Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге Тоқаевтан билікті жақтағаным үшін қанша ақша алғанымды айтатын боламын. Сондықтан асықпай соңына дейін тыңдағайсыздар. Кеше мен видео жариялаған болатынмын, оған байланысты неше түрлі пікірлер жазылды. Яғни видеоның жалпы көргендеріңіз бар, көрмегендеріңіз де бар шығар. Егер көргендеріңіз болса, онда сіздер жақсы біліп отырсыздар ол қандай видео екенін. Яғни Ресейдің ыдырағаны Қазақстан үшін, жалпы орталық Азия мемлекеттері үшін тиімді емес дедім. Және оны себептерін, неше түрлі тарихи мысалдарды келтірдім. Сол кезде көпшілігі пікір жазып жатты. Неге сен бізге орта ғасырдағы тарихты келтіресің? Ол кездегі жағдай басқа, қазіргі жағдай басқа деді. Және бұл пікірді айтып отырғандарды қазір видеоның соңында айтатын боламын. Енді қараңыздар. Сол кездегі жағдай, орта ғасырдағы жағдай мүлде басқа деп есептейтін болсаңыздар, мен сіздерге сол кезде Осман империясының қалай құлдырағанын және арабтардың бүкіл мына Африка елдерінің, Арабия елдерінің, мұсылман халықтарының қалай отарлыққа түскенін айттым. Үндістанның, ұлы моғолдар империясының құлауымен бүкіл Үндістанның қалай отарланып, былайша айтқанда, қалай азап қорлық көргенін айттым. Одан кейін Цин империясының, яғни Қытайдың ыдырап, одан кейін үнді Қытай, оның айналасына шағын патшалықтардың барлығының жағдайы қалай болғанын айттым. Енді ол кезде айтып жатты, енді ол бұрынғы өтіп кеткен заман ғой, неге одан сен мысал келтіресің? Қазіргі жағдай мүлде басқа. Сен не сонда үкіметтің, биліктің сөзін сөйлеп, Путиннің сөзін сөйлеп отырсың ба? Путин саған қанша төледі, немесе Тоқаев қанша төледі деп неше түрлі комментарий жазып жатты. Ол видеоны көргілеріңіз келсе, мен толықтай мысал қылып келтірген болатынмын. Видеоның жаңағыдай описаниясында осы сол видеоның ссылкасын қалдыратын болам, көріп шықсаңыздар болады. Енді бұл жолы менің айтатын тақырыбым мүлде басқа. Соған ұқсайды, бірақ басқа мысал келтірем. Жаңағы көпшілігіңіз айтып жатқан мысалға мен нақты бір жауабымды айтқым келіп отыр. Орта ғасырлық кезең сіздерге ұнамайтын болса, тарих қайталанбайды дейтін болсаңыздар, мен сіздерге бұл кезге дейін қаншама мысал келтірдім, қанша видеоларда мен сіздерге неше түрлі тарихтың әртүрлі кезеңіне мысал келтіріп келдім. Енді сіздерге орта ғасырлық кезең ұнамайтын болса, онда сіздерге күні кеше ғана 2010-2011 жылдары болған жағдайды айтып берейін. 2008 жылы Дамаск қаласында, Сирияның Дамаск қаласында, яғни Сирияның астанасы Дамаскте Араб лигасының үлкен жиыны болып жатты. Араб лигасын түсіндіре кетейін. Араб лигасы деген біздің бүгінгі ТМД сияқты ғой, жалпы айтқанда. Кезінде Осман империясының құрамында болған халықтар, жалпы айтқанда, Осман империясы түрлі халықтардың құрамында болған арабтар, мына солтүстік Африка елдері, міне көріп тұрғандарыңыз, мына картада Араб лигасының территориясында, Араб лигасына кіретін мемлекеттердің территориясы көрсетілген. Міне осы мемлекеттердің басшылары, олардың үлкен қызметтегі адамдары жиналады. 2008 жыл Сирияның астанасы Дамаск. Міне осы жиынның кезінде Ливияның басшысы Муаммар Каддафи, бүкіл адамға бұл адамның есімі жақсы таныс деп ойлаймын. Ливияның басшысы Муаммар Каддафи көрегендік сөз айтады. Сол кезде Каддафи былай дейді шамамен. Ол видеоны авторы мен емеспін, сондықтан бұны жариялай алмаймын да, бұл видеоны сіздерге алдарыңызға ұсына алмаймын. Сондықтан жалпы ол адамның не дегенін білгілеріңіз келсе, орысшасы ютубта толып тұр. Муаммар Каддафидің Башар Асад туралы айтқан сөзі деп іздесеңіздер, орысша жазып іздесеңіздер, бірден шығады. Или Муаммар Каддафидің пайғамбарлық сөзі, яғни пророчество дейді ғой, яғни пайғамбарлық сөзі деп іздесеңіздер де шығады. Сол кезде Муаммар Каддафи айтады: сіздер мына жерде жиналып отырсыздар дейді, араб елдерінің көшбасшылары. Талай Сирия, Палестина, тағы Египет, Ливия толып жатқан араб мемлекеттерінің басшылары сол жерде жиналып отыр. Сонда айтады: сіздер осы жерде жиналып отырсыздар, ал мына жақта Европа мен Америка біздің достығымызды бұзғысы келеді. Бізді осы жерде отырғаннан басқа ештеңе біріктіріп отырған жоқ. Мына залдан біз тарқап кетсек болды, біздің бірлігіміз кетеді. Сол кезде айтады: сіздер қазір маған сөзіме, оның сөзіне сенбей отырады. Сол кезде араб мемлекеттеріне айтып отырған сол сөзінде Каддафи айтады: ертең кезінде дейді, Усама бен Ладен қалай өлді дейді. Оның сұрауын кім сұрады дейді. Саддам Хусейн қалай өлді. Ирактағы, Палестинадағы, Сирияда неше түрлі араб елдерінде болып жатқан сол кездегі масқара соғыстардың барлығын айтты. Сол кезде Каддафи айтты: сіздер қазір маған сенбеулеріңіз мүмкін, бірақ келесі
осы жерде отырғаным кейбіреуіңіз келесі очередьте тұрған адамдар сіздер болуыңыз әбден мүмкін дейді. Яғни следующий адам сіз болуыңыз мүмкін дейді. Сол жерде араб мемлекеттерінің Египетің бар, Сауд Арабиясы бар, Йемен бар, Оман бар, тағандай бар, Біріккен Араб Әмірліктері, яғни Дубай, неше түрлі араб мемлекеттерінің басшылары отыр. Сонда айтты, осы жерде араларыңызда отырған адам солардың келесісі болуы мүмкін деді. Усама бен Ладен қалай кетті, Саддам Хусейн қалай кетті, Египеттегі қаншама төңкерістер, олардың барлығын айтып келіп, келесісі сіздердің біреулеріңіз болуы мүмкін деді. Сол кезде білесіздер ма, сол видеоны қарасаңыздар, мен неге именно сол видео деп отырмын. Араб лигасының басшылары жиналып отырған сол 2008 жылғы видеоны қарайтын болсаңыздар, Башар Асад Каддафиға күліп отты. 2008 жыл Сирияның астанасы Дамаск қаласында өткен Араб лигасының саммиті кезінде. Ал 2025 жыл қазір. Башар Асад солай күле ала ма? Башар Асад елін тастап қашты. 2024 жылы Башар Асад Сирияны тастап қашты. Келесісі кім болды? Каддафи дұрыс айтты ма? Сол айтқан, сол пайғамбарлық сөзі Каддафидің орындалды ма? Орындалды. Біз қазір өзара қырқысып отырмыз дейді. Сондықтан біз Европа мен Америкаға жем болып отырмыз деді. Европа мен Америка осыны пайдаланып, Ирактың, Иранның, Сауд Арабиясының, Арабия түбегіндегі Африкадағы қаншама байлықтарды сорып отыр деді. Біз өз-өзімізде қырқыса берейік солай. Соның нәтижесінде біз соларға жол ашып, бүкіл байлығымызды солардың алдында ұстап отырмыз. Мен айтпаймын, олардың бәрі керемет отырған басшылар, керемет демократтар деп айтпаймын, ол өтірік ол нәрсе. Каддафи де мен демократ деп айтпаймын. Бірақ сол елдің басшысы Каддафидің кезінде Ливия қалай болды? Әр жаңа туылған нәрестенің шотына қанша миллиондаған ақша түсіп жатты? Әрбір отбасында қандай ақша болды? Әрбір отбасына қалай көмек берілді үкімет? Ал қазір сіз Ливияны қараңызшы, қандай болып жатқанын. Америка, Европа бастан сипады ма Ливияны? Керісінше, жерорта теңізі арқылы елін тастап босқындап, сол Каддафиді өлтіргеннен кейін ливиялықтар елін тастап қаншамасы босқындап өмір сүре алмай Европа жағалауларына кеткен кезде европалықтар олардың елдеріне кіргізді ма? Хусни Мүбарактың жағдайы, Сирияның жағдайы, Ирактың жағдайы, Иранның жағдайы не болды? Олар бірлік болмады олардың арасында. Соны пайдаланды Америка. Европа соны пайдаланды. Оларға мұнай керек болды. Трамптың кеше сайлау алдында берген уәдесі, бізде Америкада мұнай бар деді. Неге? Өйткені олар осы кезге дейін шетелдің мұнайын, шетелдің шикізатын пайдаланып келді. Өздерінің мұнайларына тиіскен жоқ өйтіп. Ал көріп отырсыздар соның нәтижесін. Сондықтан сол Араб лигасы бүгінгі ТМД мемлекеті сияқты, олар да сол араб мемлекеттерін біріктіріп отырған үлкен жиын. Біз бүгін ТМД СНГ дейміз ғой, жаңағы мемлекеттер жинал, үлкен мемлекеттердің өзара бірлігі, достастығы. Мен Тоқаевты да, Путинді де жақтаған емеспін. Және бағана айтқандай, Тоқаев та, Путин де маған бір теңге төлеген жоқ. Есесіне мен халықтың қаншамасының неше түрлі сөздерін естідім осының нәтижесінде. Бірақ мен халықтың көзін ашып жатырмын деп есептеймін өз-өзімді. Соған қуаныштымын. Әйтпесе Тоқаев маған бөліп беріп, түскі асқа шақырып, Путин маған ақша төлеп жатқан түгісі жоқ, шындап келген кезде. Менің бар мақсатым өткен тарихты мысалға келтіріп, сол қателікті қайталамайық дегім келеді. Кезіндегі сол Каддафидің айтқаны тура келді ғой. Египет не болды, Ливия не болды, Сирия не болды кешегі. Араб мемлекеттері, Иордания, Палестина, Израиль не болып жатыр? Олардың арасында отырып. Иран не болып жатыр? Йемендегі халықтың жағдайын айтыңыздар. Омандағы жағдайды айтыңыздар, қандай болып жатқан? Сомали жақта не болып жатыр? Көріп отырсыздар ма? Бұлардың барлығы айналып келген кезде үлкен саяси ойын. Америка, Европа олардың басынан сипамайды. Олар тек бір рет қолданады, одан кейін керек емессің. Міне енді түсінген шығарсыздар, иә? Ешкім келіп қазақтың маңдайынан сипамайды. Ол Америка болсын, ол Ресей болсын, ол Қытай болсын.
ешкім келіп қазақтың маңдайынан сипап қолындағысын бөліп бермейді. Саясаттың заңдылығы да сол. Әр мемлекет, әр халық өзінің алдымен өзінің пайдасын ойлайды. Америка болсын, Ресей болсын, Қытай болсын. Ал бұған ешкімді кінәлай алмайсың. Кезіндегі Каддафидің айтқан пайғамбарлық сөзі, яғни 2008 жылы Дамаскіде айтқан сөзі Башар Асадқа айнытпай келді ғой. 2024 жылы Башар Асад елін тастап қашты, Сирияны тастап қашты. Бүгінде Путиннің қол астында, яғни Путиннің қамқорлығында. Ал сол кезде Башар Асад не істеді? Күліп отты 2008 жылы. Қазір Башар Асад өйтіп күле алмайды. Каддафи айтты, ескертті. Кезінде сендердің де алдарында талай кетіп қалды ғой. Мына біздің араздығымыздың кесірінен талайымыз шетімізден бір-бірімізден бірінен кейін бірін жалмап жатыр ғой. Келесі осы жерде отырғандарыңыздың біреуіңіз келесі болып кетуіңіз мүмкін деді. Ал одан кейін не болды? Шетінен кетті ма? Шетінен кетті. Йемендегі халықтың жағдайы айтудың өзі масқара. Аштықтан қаншамасы қырылып жатыр. Омандағы жағдайды айтыңыз, Сомалидегі жағдайды айтыңыз, Египеттің жағдайын айтыңыз, туризммен әзердегенде күн көріп отырған. Ливияның жағдайы айтпаса да түсінікті, Каддафи кеткеннен кейін. Каддафи бар кезде қандай еді? Тунистің жағдайын айтыңыз, Алжирдің жағдайын айтыңыз, Марокконың жағдайын айтыңыз, Сирия, Палестина, ол онсыз да белгілі. Бұның барлығы өзара бірліктің болмауының кесірі. Өзара жағаласып, бір-бірімен қырқысты, сыртқа жем болды. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді деген сөз содан қалған шығар. Бүгіндері ТМД мемлекеттерде мен түсінем, Ресей керемет бізге жағдай жасап беріп отпағанын мен анық білемін. Еуразиялық экономикалық одақтың пайдасынан зияны көп екенін де жақсы білем. Оны мойындап неше рет видеода неше рет айтып жаттым мен, білесіздер. Оннан бірін де алмай отырмыз деді пайданың, экономистеріміз. ОДКБ-ның қаншалықты пайдасы бар Қазақстан үшін? Бірақ мәселе үлкен геосаясатта осындай жыртқыш мемлекеттердің жемтік болып кетпес үшін өзара бірлігімізді мықты қылуымыз керек. Және Ресей де осыны түсіну керек. Путин де осыны түсіну керек. Жалғыз біз емес. Оған одақтас керек болса, тең дәрежеде байланыс орнату керек. Бұл туралы алдағы уақытта видеода айтатын болам. Бұнда үлкен сабақ болған тағы да. Егер қаласаңыздар, келесі жолы мынадай нәрседе айтқым келеді. Америкаға да болсын, Европаға да болсын, біз бір рет қана қолданып тастау үшін ғана керек болып қалуымыз әбден мүмкін. Себебі тарихта үлкен мемлекетті әлсірету үшін айналасында орналасқан мемлекеттерді қолдану саясаты, тактикасы бар. Бұл да тарихтағы мысал. Сіздер маған өткен жол айттыңыздар, орта ғасырдан, Осман империясы, Қытайдан, Үндістаннан мысал келтірме, бізге қазіргі жағдайды айт дедіңіздер ғой. Мен сіздерге қазіргі бүгінгі күні болып жатқан жағдайды айтып отырмын. 2008 жылы айтқан сөзі айнытпай келді Башар Асадқа, сол Сирияны тастап қашты Башар Асад. Сондықтан қазіргі кезде Ресейдің ыдырауын кейбір адамдардың жаңағыдай тікелей түсінуі шындап келген кезде қазақта мынадай сөз бар ғой. Өгізге туған күн бұқаға да туады деген. Бізге ешкім келіп бір нәрсені жасап бермейді, бір нәрсені қолымызға келіп жаңағыдай бөліп бермейді қолындағысын, Біз өзіміздің жағдайымызды өзіміз ойлауымыз керек біріншіден. Менің не айтқым келгенін түсінген шығарсыздар. Менің басты мақсатым тарихшы ретінде өткен тарихта мысал келтіріп, сіздерге жеткізіп, осынау жайларды сіздермен бірге талқылау. Сәл басқаша ойлау керек. Сәл басқаша басқа жағда бар екен ойлауымыз керек. Өмір тек қара мен ақтан ғана тұрмайды. Неше түрлі цвет бар өмірде. Черно-белый ойлаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Әр түрлі мысалдар бар. Және саясат түп түзу жол емес. Саясат түп тура жол емес. Не ақ боласың, не қара боласың деген емес. Бізде сондай түсінік қалыптасып қалған сияқты. Не до конца жаман боласың, не
до конца жақсы боласың деген сияқты. Ондай емес. Әр тұлғаның өзіндік минустары, өзіндік плюстары да болады. Сондықтан осынау жағдайларды ойлана келе тарихтың сабағын сіздерге айтуды әрі қарай жалғастырамын. Сіздердің пікірлеріңізді тыңдауға дайынмын. Неше түрлі пікірлер айтып жатыр, бірақ жаңағыдай маған мынадай тарихты келтірме, сен тарихтан не істеме деген адамдардың өзін тарихтан мектепте 3-те әзер алған шығар деп ойлаймын. Тіпті тарихты сабағын бетін ашып қарадым екен деп те ойлаймын. Өйткені ол мен сіздерге ап-айқын тарихты келтіріп беріп отырдым. Ол өткен жолы видеода мен сіздерге ап-айқын тарихты қалай құлдырағанын, мемлекеттердің қалай жойылғанын, одан кейін не болғанын тек просто кітапты ашып оқысаңыздар болды. Ол нәрсе мен айтып отқан нәрсені сол кітапта жазылып тұрған нәрсе ғой. Менің бір ойдан бір нәрселерді шығарып алып айтпаймын. Сол кітапта жазылып тұрған цифрларды, кітапта жазылып тұрған даталарды, мемлекеттерді айтып отырмын. Сондықтан алдымен пікір жазу үшін де шамалы тарихтан ашып, қарап, оқып айтсаңыздар екен деймін. Дұрыс пікір болса тыңдауға дайынмын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өткен жолы сіздерге енді орта ғасырлық кезеңнен, Осман сұлтанатынан, Осман сұлтандығынан, Ұлы Моғолдар империясынан, яғни Үндістаннан және Цин империясынан, яғни Қытайдан 3 түрлі мысалды келтірдім, иә? Бұл мемлекеттердің ыдырауымен бүкіл Азия отарлық дәуірге түсті. Ал сол кезде айтты кейбіреулеріңіз, маған бізге бүгінгі күннің тарихы керек. Ол өтіп кеткен нәрсе. Оны не істейсің? Бізге бүгінгі күннен мысал келтірші деді. Енді мен бүгінгі күннен мысал келтіріп отырмын сіздерге. Күні кеше ғана болған, өздерінің араларында отырған Араб лигасының басшылары бірінен кейін бір елдерін тастап қашты. Тастап қаша алмағандары сол жерде өлді. Мемлекеттері астан-кестең. Революциядан кейін Европа мен Америка келіп бастарынан сипаған жоқ. Күткен нәрселер болмай қалды.